Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі ерекше болып шығатын етпен салат дайындайтын боламыз. Ең алдымен етімізді турап аламыз. Етті соломка етіп турап аламыз. Сосын турап болған етімізді қазанға салып, май құйып қуырып аламыз. Етіміздің үстіне сәл ғана тұз қосып, жақсылап қуырамыз. Оның үстіне кішкене су құямыз. Енді ары қарай пиязымызды турап дайындап аламыз. Пиязды турап дайындап қоямыз. Енді сарымсағымызды аршып, оны да турап дайындап қоямыз. Енді етіміздің үстіне пиязымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Менде осындай соус, мені қарағаныңыздар, осыны да үстіне құятын боламыз. Сосын жақсылап араластырамыз. Оның үстіне сарымсағымызды саламыз, тағы да араластырамыз. Енді болгар бұрышымызды тураймыз. Болгар бұрышымызды соломка етіп турап аламыз. Оны да етіміздің үстіне салып, жақсылап қуырамыз. Енді ары қарай жасыл пиязымызды да тураймыз. Оны осылай қиғашынан турап аламыз. Оны да жаңағы етіміздің үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Енді қызанағымызды алып, оны да тураймыз. Енді қиярымызды да 4-ке бөліп, оны да видеодағындай турап аламыз. Енді ары қарай аскөгімізді тураймыз. Енді таза ыдысымызға қорып алған барлық нәрсемізді саламыз. Оның үстіне қызанағымыз бен қиярымызды қосамыз. Үстіне кішкене бұрыш себеміз. Енді паприкамыздан себеміз. Енді аскөгімізді салып, жақсылап араластырамыз. Дайын салатымызды енді тарелкеге орналастырамыз. Оның үстіне әдемілік үшін кунжут себеміз. Міне достар, біздің бүгінгі салатымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді әрі ерекше болып шығады.